Облыс орталығында белсенді жастардың жаңа конституция, жастардың құқықтары мен мүмкіндіктерінің негізі атты форум өтті. Ауқымды іс-шара аясында референдумның жоғары деңгейде өтуіне үлес қосқан азаматтарға құрмет көрсетіліп, арнайы марапаттар табысталды. Форумға өңірдің белсенді жастары, қоғамдық ұйым өкілдері мен түрлі сала мамандары қатысты. Жиында конституциялық реформалардың маңызы, жастардың қоғамдағы рөлі мен құқықтары, сондай-ақ олардың мүмкіндіктерін кеңейту мәселелері талқыланды. Форумға арнайы қатысқан облыс әкімінің міндетін атқарушы Алмаз Ыдырысов бірқатар азаматтарға президенттің алғыс хатын табыс етті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы референдумды сапалы дайындауға, оны ұйымдастыруға және өткізуге айрықша атсалысқан азаматтардың еңбегін ерекше атап өтті. Бүгін осында отырған көпшілігіңіз азаматтық берік ұстанымдарыңыз арқылы мемлекеттік басқару құрылымын жетілдіруге, игі бастамаларды жүзеге асыруға елеулі үлес қосқан жандарсыздар. Ел келешегі жолындағы қоғамдық саяси маңызы бар оқиғаға белсенді қатысқандарыңыз үшін президентіміз арнайы алғыс хат жолдап отыр. Бүгін мемлекет басшысының тапсырмасымен осы жоғары марапатты сіздерге табыстау мен үшін үлкен мәртебе. Марапат иелері көрсетілген құрметке ризашылықтарын жеткізді. Олар елдегі кез келген саяси маңызы бар оқиғаларға қашанда белсенділікпен қатысамыз дейді. Енді біз өз жанұямыздың атынан негізі референдумға қатыстық, және біз кәдімгі осы еліміздің болашағына немқұрайлы қарамайтын отбасы ретінде, біз енді отбасы кішкентай мемлекет қой, сол еліміздің жарқын болашағы үшін дауыс бердік. Сол дауыс беруге өте осы ұйымдастыруға қатысқан жастар бүгін көріп отырмыз. Осындай іс-шарада сол кісілерді бүгін марапаттау болды. Және бізде осы марапатқа ие болдым өз басымда. Алғыс айтамын, еліміздің болашағы жарқын болсын, бейбітшілік болсын елімізде. Біз жастарға сенеміз. Осында еліміз үшін үлкен өзгеріс болып жатқанына өзімнің үлесімді қосқаныма қуаныштымын. Яғни біз бүгін Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын, жаңа жобасын дайындауға көрсеткен еңбегіміз үшін алғыс хат алып отырмыз. Еліміздің президентінің. Сол үшін өте қуаныштымыз, себебі президенттен алғыс хат алу ол біз үшін де, әрбір адам үшін де, мен үшін де үлкен мәртебе. Осы салада жүргенімізге уже 5 жылда болып қалды. Мысалы ел басшымызға рахмет, бізді жастарды қолдап билеп жатқанына, осындай сессия батысын атқанына, алдағы тағы да жұмыс істейміз деген ойдамыз. Жастармен белсене қатысамыз, барлығына қабылданған референдум еліміз үшін маңызды. Барлығын қолдаймыз, ел басшысының барлығын. Салтанатты шара жергілікті өнер иелерінің концерттік бағдарламасымен түйінделді. Айдана Базарбайқызы, Алихан Мұхтар, Ұлытау телеарнасы.